бойынша қыз жасау деген бар бізде өзі. Қыз өз үйінен ұшқасын өзі бір жылдан астам өзі құда болғанымызға, той тойлап жатқанымызға бір жылдан асып кетті. Бірақ та кешеге ғана болған зат сияқты. Енді сол салт дәстүр бойынша келе жатқанмен төсек орын қыз жасау деген бір жақсы рәсім бар. Сол дәстүрді сіздерге көрсетіп, біздің жадыраның негізі ең бірінші қызымыз ғой кетіп жатқан. Кіші болса да бұл бастама әлі өзі опыт жоқ бізде. Қайнапаларым аға болсын, біраз нәрсе білетін. Енді өзі шамамыз келгенше әке шешесі өзі біраз өз несін салды. Қайнапамыз болса өз жаңа шет жағасын айтып кетті, өзі іскер кісі, біраз көрпесін, несін андай шалтай-балтай емес, кәдімгідей качественно тігілген. Енді оны қазір көре жатарсыздар. Енді сол салт дәстүріміз бойынша сол әкелген дүниемізді көрсетіп, сіздерге табыстап, дүние тоза берсін, өздері ешқашанда тозбасын, бірнеше осындай дүние бола берсін, сіздерге тек қана денсаулық. Турцияда заказын алдыртқанбыз, кездескен ал енді отырсын құдаларым да. Шашу. Шашлай. жауап беремін деп тұрмын. Жақсы болды ғана жұмыс істейтін қарғыр еттің.
Оның ішінде не бар? Енді мынау негізі андай қазіргі мода ғой, қазақша бөлме жасаймын деген аяқтар қайда? Аяқтар осы жерде тұр осы темірлер. Я өзі аяқтар әдемі екен. Құрғасын шақырып қой тағы да. Иначе салып қой. Жоқ, бос бос елге отыра берсін. Енді адысымыз бар қазір нағалыда. Кәсіптің набарлары. Енді мынау негізі әйел адам өзі ыдыс қатып жүреді ғой, сізді білесіз ғой. Ыдыс қатып қоймайды, қатып қоймайды деп ала береміз сол үшін. Жадыраға әдейілеп тұрып қазіргі заманға сай, заманауи дейді ғой. Жоқ, ашса. Мынау не ме? Ішінде не жоқ па? Сен. Былай қойып. Бұл негізі мынандай неме электрический индукционный любой неге келеді. Өзі жуылғанда да, қырғанда да қырылмайды, несі беті кәдімгідей как положено, добросовестно жабыспайды ол артынан. Сковородка, шайнегі, 3 түрлі кастрюль, 2 сковородка. Мынандай майда шүйде өзі андай. Каш пісіретін, каша пісіретін, сүт жылтатын андай. Ешкімді не қылмады? Иә, ешкімді ренжіткен жоқ. Асланға бөлек каша пісіріп берген сен пісіресің. Мәкіне ол бөлек кастрюлі бар. Стеклянный өзі білетін шашыда 12 персонға арналған. Тарелка, иә, тарелка 12 жылдан арналған. Енді өз тарелкеге көзек российский эмалированный табак. Шаралар бар, иә. Енді қазіргі заманға андай тақтаймен, оқтаумен наборы, мына өзі керамический камер жасайды ғой, набор, поднос набор, 3 штук. Енді кішкентайсы өзіңіз білесіз, нәрсеге арналған, ана екеуі шайға қайнап арналған. Қоя бер. Пышақ сатып аласыз ба? Пышақты ақша сұрап өтеміз қазір. Өзгертіп айтады, пышақты ырымын жасайсыз ба? Иә, Закаленный. Шамалында техникалық еді, керек зат қой. Бұл жадырамен ашытасып алдық, не керек ертең алып оны сирада пайдаланбай тастай салмасын деп, өзі паровой утек тұрады, қатты утек дейді ғой деймін. Утек керек деп, паровой самалары сыртында, несімен ақманымен, қағияғын қазақ Қайеттен күйеуіме завтрак пісіріп берем дейді ғой, мынандай неге. Сэндвич пісіріп берем дейді, жарайды деп микроволновка. Конфетница, салатница. Мынадай төртеу бар, мынадай төртеу бар. Да. Осы маған тағы да бір пылесос керек, пылесос айтпайды. Енді жине алмаса, пылесостан айтып отырасың, мынау пылесос несін алдық, алып қойып керек. Сол үшін пылесоспен жинеймін дейді. Робот па өзі жинай ма? Жоқ, пока өзі жине алмайды. Роботқа өзі тауып алады. Мынау мясорубка, электрический мясорубка, өзі қазір бәрі электрический болып кетті ғой. Әжеге күнде манты пісіріп беремін дейді, сол үшін маған мясорубка керек деп. Жадыран кәте қаттаматсыз ғой. Мынау хрусталь бокалдары. Прага, фирменный магазин. Кішкентай стаканакмен үлкен накпөлдер деген, үлкен накпөл. Болмас деп па? Бүкіл секрет тұрады. Дастархан қағаз көбейіп жатыр деп, дастархан керек ау деп, 2 столға жетер ме? 3 столға жетеді ба? Ағамыз светін жақсы дейді. Өзі ақ нәрсе қазір модада болған соң, бірыңғай стиральный машина. Қазір өзі керек зат қой, стиральный машина деген артық болмайды. Бірінші этажға біреуін, екінші этажға екіншісін қойып қоямыз. Айда деп ұзатып жуа бересің. Таласпайсың. Иә, таласпайсың, ол менікі, мынау сенікі деп. Батин жазып тұрсың. Ал енді
енді ана ары қарай құдағи өздері шай ішіп келген кезде ал енді шамалыңызда көптей көріңіздер барлығыңыздар бірдеңе сынып жатса айтасыз ғой айтып береміз срок неше ай? білетін шығар енді көргісі келіп мен өздікі аламын десеңші иә ал әже бата бересіз ба береді Жүз мың ақша? Көз ақша ұстап көріп жүрмін сен? Иә, мен ақша ұстамаймын ғой, мүлдем. Бата беріп жүрсің. Құдай берсін, кем болмасын, кеңпейіп кетпес дәулет берсін, ұтпасын, аман болып ымыра сыйысын, бала-шағаның рахат, қызығын қуаншылық кесір-кесір қат жоламасын, басыңызға бақ қонып қыдыр орнасын, төріңізге дастарханның құт береке шартып үйіне мейман арылмасын, ниетіңіз қабыл, мұратыңыз асыл болсын, тойыңыз әрқашанда егіз болсын, бақытты ғұмыр кесіп қол болсын. Өздері шығар, өздері көрген. Құтты болсын деген.